Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді нәзік печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Жасалуы өте оңай әрі тез, бір жасағаннан шығатын барлық ингредиенттер қолжетімді. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Бізге керегі 250 грамм творог, үй температурасындағы сары май, 2 ас қасық қант, қамыр қосқышымызды саламыз, ванилин саламыз, барлығын жақсылап араластырып, бір шымшым тұзымызды ұмытпаймыз. Онан кейін електен ұнымыздың жартысын саламыз, електен өткізіп. Осылайша араластырып, онан кейін қолдың көмегіменен қамырымызды илейміз, басын біріктіріп. Мінекей қамырымыз басы бірікті, бетін жауып, холодильникке қойып қоямыз. 15 минут. Онан кейін алып қамырымызды кішкене ұн сеуіп, керек бөлшектерге бөлеміз. Кішкене бөлшектерге бөліп, 25 граммнан әр бөлшектері алып, ұн сеуіп, әр бөлшекті осылай жаямыз кішкене. Қамыр өте нәзік, творогтан иленгеннен кейін ол жыртылып кетуі мүмкін. Енді сгущенкамызды начинка ретінде саламыз. Осылай кесеміз қамырымызды, ораймыз. Тағы да дөңгелектеп орап, астын жабыстырамыз. Осылай печеньенің формасын шығарамыз. Тағы да көрсетейін сіздерге. Кішкене қылып жайып, сгущенкамызды саламыз. Жабыстырамыз осылай, сгущенка ағып кетпеуі қажет. Астыңғы жағын пышақпен кесеміз. Онан кейін ораймыз. Осылай печеньеміздің формасын келтіреміз. Дөңгелектеп келтіріп, астынан қарай жабыстырып, ортасын басамыз. Әрқайсысын осылай жеке-жеке жасап шығамыз. Қамыр нәзік болғандықтан ұн себуді ұмытпаймыз, жыртылып кетуі мүмкін. Бәрі дайын болды. Пергамент төселген ыдысымызға осылай бәрін реттеп салып шығамыз. Қызып тұрған пешке печеньемізді 15 минут пісіріп аламыз. Дайын болды. Өте нәзік, керемет шықты. Бетіне
сахарный пудраны себеміз. Осылайша дастарханға қоямыз. Өте дәмді шықты, достар. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.